Санамызда сарғылмайтын ой, мінгеніміз жылқы, жегеніміз қой болсын. Той қуаныш құтты болсын, Алатаудың қыраты қалынды боп өсер ме, Ақша бұлттың арманы айналып бұрын өсерге. Жігерістің жақсаты шыққан емес досым-ау, Ақша бұлттың арманы аспандыру осқылау. Жиегінде қалың қар, жиегінде қалың бау, Жанартаудың арманы жеке дала жалындау. Ақындардың арманын жүрек сөзін жеткізу, асабаның арманы осы тойды абыроймен өткізір. Құрметті ағайындар, олай болса абыройымызды бастайық. Той құтты болсын. Алағайын сәтіңде сасып қалма, қосқашты құрметпен қосып талла, аталар тұрды айналып ақ батасын, әжелер шашуын тасып болға. Төлебектей ұлдарыңыз үйленіп үй болып жатса, Құдая одан асқан бақыт бар ма? Кереметтей наргүлдей қызымыз бар, шұғаладай шуағын шашып барға. Олай болса құрметпен қол сағайық, бүгінгі кереметтей ғашықтарға қол соқ қошеметтеп қояйық. Рахмет. Енді құрметті қандар мырзалар, осындай жиын тойды күндетіле той берген Мұхаммедтің үмбетіне бүгін міне өздеріңізбен жолықпыз Құдайдың қараңыздаршы құдіретіне. Наргүлдің келбетіне қарап тұрсақ, қыз жібектен аумайды келбеті де. Өтірік айтып отыр оны деймін, ешкім шапалақ ұрмайды ол. Төлебектің үйлену заңдылықта арада қонбайды ма гүл бетіне. Олай болса құрметпен қол сағайық бүгінгі кереметтей ғашықтардың құрметіне, ардақты ағайындар. Молодец. Төлебектің жүрегі қалай соғады? Наргүлдің жүрегі. Төлебектің жүрегі. Рахмет. Төлебек жүрегінде шум бар екен кәдімгідей. Енді ардақты ағайындар, сусындар құйылса, құйылғанын өздеріңізге бұйырса, бүгінгі тойымыздың басын тамаша әнмен ашқанды жөн көріп тұрмыз. Олай болса, рұқсат болса, құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнсіз сүйсең, менше сүй дейді қазақтың құл ақыны Абай. Онда ше, сіздердің құрметтеріңізге тамаша ән қабыл алыңыздар. Құлақтарыңыз әсем әнде, ауыздарыңыз дәмде болсын. Сіздердің құрметтеріңізге. Мен сені Меккеге апарамын, әке. Биікке самғайды баптағаның, шынарымсың, әке. Маэстро! Тез-тез, бір, екі. Рахмет. Әкеңше. Шапала құрап, кетіп әкеңіз әктіреміз. Ал, құрметті қандар мырзалар, бүгінгі тойдың иесі, киесі, мәні сәні, барша халықтың базары, барша халықтың назары, жігіттің төресі, 19 ғасырдың жігіт сұлтаны, 20 ғасырдың ең үздік балуаны, 20 ғасыр ең үздік певец. Ортаға шақырайып, Далабай әкеміз келе жатыр. Қосақ қошеметтеп. Әке! Жігіттер, мені жігіттер, керемет жігіттер. Мұна біз жігіттер. Арландай, тарландай біздің жігіттер. Мені. Әкем бір күреске қатысатын екәдімді. Келіңіз, туған күніңіз құтты болсын, өте тамаша. Енді көрейік қазір. Қабыл алып қарсы алыңыздар. Қыз жібектің сынығы, Тоғжанның мұрымы, 20 ғасырдың ең үздік сұлуы. Мисс Қазақстан 2013, Мисс Қазақстан 2014 Америка, Мисс Қазақстан емес, Мисс Африка 2016. Қабыл алып қарсы алайық. Күннер анамыз! А я иду такая вся, в Дольче Габбана. Я иду такая вся, на сердце рана, слезы душат, я в плену обмана, но иду такая вся. Әке, келіңіз. Мәссаған. Міне, құрметті ағайындар, құрметті ханымдар мен мырзалар, Алла қаласа, 2 жастың ата-анасы. Бүгін мінекей осындай кереметтей қыз тәрбие тәлім берген ата-анамыз аман болсын. Мен айтқым келеді, өмір толы сынаққа, кетсеңде қашып жыраққа, жауапсыз күндер кінәлі, жауапсыз қалған сұраққа. Адам болам десеңіз, ата-анаңыз жылатпа. Ізгіл кетсең құрмет деп, апарар сені жұмаққа. Азамат болам десеңіз,
бір сөзге ғана тұрақта, мінсіз адам болмайды, күншілді көрсең мін артпа. Айбарым асын десеңіз, байрағын елдің құлатпа дейді. Олай болса, той иелерінің құрметіне бір қол соқ құрмет білдіріп қояйық. Мы на баре с пацанами, кому либо наливаем, налетай, пока горит поднимаем руки, суки. Болды, ана салмақпен кеп отырсаңыз, Құдай сақтасын. Берді, дұрыс, апа, молодец, шапалақ. Бір сұлуға арнадым, бір сұлу өлең, кейіпкері кім шынымен. Құдағи, сізде, апа, кім айтты? Апа, сіз айтты, рахмет. Сіз тойдан шықпайтын сияқтысыз ғой. Ал, кетті, келесі сұрақ. Әлемдегі ең бақытты құс. Аққу, кім айтты? Өзің аққу. Папугай дейді, кім айтты? Дұрыс емес. Бүркіт дейді, кім анау бүркіт деп отыр? Жоқ. Сұңқар, жоқ. Қандай? Әтеш, молодец, дұрыс. Рахмет. Не үшін әтеш? Тауықтар көп, зато енеш жоқ. Қосып қошеметтеп қояйық. Ереке, молодец. Сисапат. Ал, кеттік. Әлемдегі ең үлкен қазан. Тай қазан, жоқ. Дұрыс емес. Қол көтеріп жауап берейік. Ас қазан, мына жақ айтты. Молодец. Тәте, келіңіз. Оп! Рахмет. Тәте, көйлекті өлтіріпсіз вообще. Молодец. Ал, кеттік, келесі сұрақ. Қазан ішіне қандай зат сыймайды? Қақпақ сыймайды, молодец. Бір шабаға қояйық. Міне, білімді болсын. Келе ғой. Әрекет. Қазанның орысшасы. Кастрол, кім айтты? Дұрыс емес. Қазан дейді, жоқ. Қазанның орысшасы. Логикалық сұрақ. Қазанның орысшасы. Октябрь, дұрыс, мәсі. Сізге. Енді біреуін тапсаңыз, пакет берем, сау боласыз. Азеке, кел. Жынды болады, Азеке, серьезно айтам, жынды. Америкадан келген емсі Шалебектің туған інісі. Қарсалақ емсі Азамат. Шырайлы жімбеттер, шайтандарының шайқастырылып, шүкірге шешін сылапқа керектер. Шымпалжын шолғын шарпын шалбағын, шешкім шырық үшін байсын. Шайнаған чмошқан шайқайды, чүкішкәмен шақалатқанды. Шаршап шеттер жуа, шаршығына шотина. Шаршан, шарпан жап, шермешкен шағыр. Шерген шақ көрмей шайдың, кәнектегі шаңқылан шоғырлатып, шикарный шығын алды. Құдай сақтасын. Жастар биіктерге ұмтылсын, ала қаласа 9 ай 9 күннен кейін маңдай торсықтай ұл тусын деп қосып қошеметтеп қояйық. Той құтты болсын. Сөз менің. Бірақ та қай күн екенін айта алмаймын. Бірақ сол тойда ешкімді де бір билетпей қарсылаймаймын. Онда ортаға тастар ұран сондай, қарттарын да кетпейді ау бір ән салмай. Кемпірлерге қыз күнін сағындыртам, 25-сің кезінде сабылдыртам. Мен өзінде ән саламын түн ауғанша, менің жаным бұл күнге құмар қанша, қыз қуан деген жігіттерге ат беремін. Мен осылайша бар жиған тергенімді бір тамаша той қылып өткерем деген екен. Бүгінгі тойды 50-50 қылып бөлісіп отырайық, құрметті ағайындар. Баяғыда мектепке барғанның атасынан немересі тапа қайтып жатыр дейді. Атасының немересі, мектебің мынау классың, осынша 10 жыл тұрасың, партаның бетін сызасың, ұлдардың мұрнын бұзасың, иттей болып кіресің, биттей болып шығасың, бұқой болып кіресің, суқой болып шығасың деп. Бұны кім үйретті десе, атам үйретті деп айтатын көрінеді. Атасын жинасқа шақырып, әбден сөгіп, атасы үйіне келіп немересін айтады дейді. Айналай немерем, бүйдей берсе күнде жинасқа бара беретін жайым жоқ. Сен сабақты 5 бен оқы, сенің каждый бесіңе пенсиямнан 100 теңге беріп отырайын деп келсе. Сөйтіп, ай өтеді, апта өтеді, бір сабақтан 2 бес пенсия кетіп жатыр. Жылдың соңында атасы немересіне келіп тұр дейді. Айналай немерем, оқысаң өзің үшін оқисың. Әйтпесе пенсиям өзіме жетпей жатыр. Хотя болмаса 100 теңгеден 50 теңгеге түсші десе, ана немересі айтады дейді. Ата, мен де ақымақ емеспін ғой, мұғалімдермен 50-50 бөлісіп жүрген деп айтатын көрінеді. Мен сіздерді жақсы көремін. Неге дейсіздер ғой? Себебі сіздер менің барымсыздар. Сіздер менің арымсыздар. Сіздер менің қанымсыздар. Сіздер менің шыны керек жеп отқан нанымсыздар, құрметті ағайындар. Сол үшін жақсы көремін. Той құтты болсын.